Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Эфирде Көкше қаламгерлері хабарының кезекті көрсетілімі. Бүгін біз суып салмалы айтыскерлік пен жазба ақындықты қатар ұстап жүрген «Жырларым, сырларым» атты жыр жинағының авторы Нұрболат Серікұлы хақында бір үзік сыр шертпекпіз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ақын, облыстық, аймақтық мүшәйралардың ақындар айтысының жүлдегері Нұрболат Серікұлы 1987 жылы Қытай Халық Республикасы Манас ауданына қарасты Тасырқай ауылында дүниеге келген. 2000 жылы Күйтін қаласында ашылған ақындар мектебін бітіріп, білім көкжиегін қанаттандыра түскен. 2008 жылдан бастап тарихи отаны Қазақстанға қоныс аударды. Еңбек жолын Ақмола облысы Ақкөл ауданы Өрнек ауылында ұстаздық етумен бастады. Қазіргі таңда Амангелді негізгі мектебінің директоры қызметін атқарады. Аймақтық, республикалық түрлі баспа беттерінде ақынның өлеңдері жиі жарияланып тұрады. Жақында ғана автордың «Жырларым, сырларым» атты жыр жинағы жарық көріп, оқырман назарына ұсынылды. Өнер деген Алланың берген бағы ғой адамға. Оны біз енді кішкене ес білгеннен кейін біліп жатырмыз да. Ал енді осы өлеңге мен ең алғашында қызыққаным, мысалы бала кезде білесің, біреу футболист болғысы келеді, біреу әнші болғысы келеді. Менде сол жаңағы арманым көп болды. Футбол ойнадық, жаңағы ауылдың кішігірім концерттеріне қатысып жүрдік. Мен негізі әжемнің баласымын. Сол әжем негізі ауыл арасындағы қара өлең дейміз ғой, бұрынғы сол қара өлеңмен шұғылданып, қара өлең айтыс болып, қай жерде той болса, әжемді арнайы ат жіберіп, алдырып, жаңағы құдаларымен айтыстырып, сондай болатын. Сонда мен 4 жас, 5 жас кезінде сол кісінің етегінен еріп жүретінмін. Және мектеп қабырғасында өлең жазатынмын. Білесің, мектеп қабырғасында жаңағы әртүрлі тақырыптарға өлең жаздырып, балалар арасында мүшәйра болады, соған қатысатынмын. Бір апайым болған әдебиеттен бірін. Сол кісіге сағат сайын апарып өлеңдерімді түзеттіріп тұратынмын. Мысалы, басында екеуін ұйқастырып, үшінші, төртінші ұйқаспай апарып, сағат сайын мынаны өзгерт десе, сол бір нүктесін өзгертіп, қайталып баратынмын. Солай есін шығарып жүріп, осылай кішкене бойымызға өнер дарыған жағдайы бар. Сосын 11 жасымда аудандық айтысқа қатыстым, тұңғыш рет қолыма домбыра алып, оның өзінде бір әжемнің үйіне бытырып барғанда ағамыздың сөзі бар еді. Мына көрші келіншекті жеңсең, айтысқа барасың, мен бүкіл киіміңді алып беремін, астыңа ат мінгіземін деп. Сонымен сол сөз қызуда ауылдың жаңа кісілерін қолпаштауында сол келіншекпен айтысып, алғаш жеңген кезім бар еді. Содан екінші күні бір жұма дайындалып, кішкене дайындалған енді бұрын дайындық деген болған жоқ. Барып тіке шапқа-шап айтыспен жүрдік қой. Сол кезде біздің дайындық киім, домбыра сондай болатын. Сол алғаш рет айтысқа қатыстым. Ауданымда екінші орын алдым. Сосын бір жұмадан кейінгі айтыста және ауданның атын шығарып, маған астыма тай мінгізді. Сол кезде бүкіл елге атағым сонымен айпара болды. Өйткені кішкентай баланың тай мініп, айтысқа қатысқан қызық болды. Мен енді қатты бір асып, опырып жеңбесем де елге қызық болған шығар, көз айым болған шығармын. Сол бетті халықтың арасында міне уже бір 20 жылдай елдің жаңағы елдің батасымен осы алға келе жатқан жайым бар. Құдайға шүкір, Құдайға мың тәубе. Бұл ата-анамның тілегі шығар, халқымның ақ батасы шығар. Осы күнге дейін бір сүрініп, біреу маңдайымнан қағып көрген емес. Енді өзімде біреуге бас бұзар ретінде кеуде соқты көрсеткен жоқпын. Бәрі Алланың берген бойына таланты ғой. Енді мына жерде де жаңағы қасиетті Жайықбек Тұрыптай жазушы туған Қазы Батырдың жатқан жері жаңағы Амангелді өңірінде қызмет атқарып жатырмын. Ол жерде керемет жаңағы өнерге бәріне құрмет ететін халық тұрады. Қанша ұлт тұрса да, ұлт ұлыстары тұрса да, менің осы кішкентай өнерімді бағалайды. Серісі, еркесі ретінде бағалайды. Соған мың шүкір. Соның нәтижесінде қазір мінекей азын-аулақ халықтың ақ батасын алып алдыға шығып жатқан жайымыз бар. Талай ақындар айтысында дуалы аузымен алпауыт ақындарды таңдай қақтырып жүрген Нұрболат соңғы жылдары жазба ақындыққа бет бұрған. Бала күннен ата-әжесінің бауырында өскен ол суырып салмалықпен ақындық өнердің сол кісілерден дарығандығын айтады.
келді ел тізгінін алатындар, ойындап жыр маржанын салатындар. Жұлқынған ақындардан кейін келген, қарсы алыңдар біз енді паң ақындар, ей Алатау оқ жетпестер тек тұғырым, көк бөрі боп қашанда көк тұлыдым. Тарихын балбал тасқа таңбалап ап, әлемді дүбірлеткен көк түрігім. Әне соның мекені қазақ елі, қалдырған сардалада көшті бүрін. Көкшеде әне сондай киелі жер, тудырған ғалым көсем бекті бүгін. Ақан мен бір жандарды әлем білер, Сарыарқада әуелеткен отты жырын. 30-ында әлемді таң қалдырған, Чоқандай қайта тумас есті ұлың. Найзағайдай жарқ етіп қайып болған, Мағжанға да жөн шығар бет бұруым. Ақын көкен мұсадай қостарланды, ұрпақтар еске алатын жетті бір күн. Төлеген Құдай берлі арман алмас, мақтанышы болып жүр көк туымның. Осындай киел елде айтыс болып, бұқпадан өлең желі есті бүгін. Моншақтының бөктерінен мен де келдім, чирығып астымдағы бесті жырым. Ассалаумағалайкум көкшелік жұрт, сан ғасыр жоғалтпаған тектілігін, ей бе. Мұқағалиды көп оқыдым, Мұхтар Шахановты көп оқыдым. Өзіме Мұқағалиды пір ретінде де, жаңағы мен пірім сүйінбай, сөз сөйлеймін сүйінбай деп айтады ғой, Жамбыл ақын. Сол сияқты мен сол кезде Мұқағалиға қатты еліктедім. Әлі де еліктеймін. Анау кейбір адамдар айтып жатады, біреуге еліктеп, біреудің көлеңкесі болмау керек деп. Бірақ Мұқағалиға көлеңкесі болған адамда арман жоқ деп ойлаймын. Өйткені ол қазіргі поэзияның бір мықты сардары. Мұхтар Шаханов ағамыздың өлеңдерімен сусындап өстім. Және де басқа жергілікті ақындарымыздың өлеңдерімен сусындап өстім. Енді мынау 30-дан асып, 25-тің желігі басылып, кішкене ой тоқтата бастағанда, адамға еріксіз түрде алдыңа бір үлкен өнер дүниесі, өнер әлемі, өмір мектебі болып, Абайдың дүниесі келеді екен. Өлеңдері, қара сөздері, мынау Абай жолы романы, оны сен оқиын деп, артынан іздеп, мынау керемет деп іздемесең де, ол саған өнер адам болғаннан кейін мәжбүр түрде көлденең алдыңнан бір адамның, мен өзім ойлаймын, поэзия болсын, проза болсын, осы жол талдаған адамға Абай өмірін, Абайдың мынау шығармашылығын аттап өтіп ешкім үлкен бір шыңға шыға алмайды деп ойлаймын. Ісіне аса жауапкершілікпен қарайтын ол соңғы жылдары қаймана қазақтың көкейіндегі мәселелерді дөп тауып, жырларына арқау етті. Ақынның да ақындығы байқалмайды, жүрегінде жалындаған от болмаса деген аталы сөзді ту еткен Нұрболат көбіне ауыл, ел мен жер, халық пен ауызбіршілік, сезім мен сенім тақырыптарында ой қозғайды. Жағымды үнің қандай, үніңді естіп мұз кеудем жылынғандай, құлағыма мамық боп жеткен кезде барлық мұң кеудемнен сырылғандай. Үнің қандай жағымды, үнің бөлек, сен үн қатқан сәттегі күнім дерек, құлағыма ұялап сыңғыр күлкің сергіткендей жаныма түңілме деп. Үнің қандай жағымды, үнің бақыт, сан сағытып, сарылтып құбылды уақыт, сағыныш деген ойдан құтқар мені, жағымды даусың менен бүрін қатып. Сыңғыр күлкің сыйлайды шырын бақыт, үнің бақыт. Нұрболат бауырымыз жеті қырлы бір сырлы деп, ол бірінші иманды жігіт,
әрине имандылыққа бет бұрған жігіт. Екіншіден айтайын дегенім ақын жігіт. Облыстық республикалық мүшайраларда, айтыстарда жақсы бірінші, екінші орын жүлдегері болған. Көптеген табыстары бар. Біз өте қуаныштымыз. Осындай біздің қазақтың жігіттері көбейе берсін деген ойдамыз. Нұрболат Серіктің ақын ретіндегі қалам тартпаған, батып барып сөз етпеген мәселесі жоқ десе де болады. Оның қарымды қаламнан туындаған туындылары өнер сыншыларының оң бағасын алып жүр. Әсіресе қабір басындағы түйсік, ауыл, даналық шыңы, тәует жыр сынды өлеңдері оқырманның көңіл көкжиегін кеңейткендей. Сенің жанарың топ-тынық сезім пердесі, мөп-мөлдір көңіл табылмас жерден теңдесі, пәктіктің нәзік айнасындай мүлдем кірлемес, қараған кезде ынтығар жердің пендесі. Сенің жанарың ғашықтық деген бір әлем, сүйген жанға тек сый болатұғын бір ағем. Әттең ай әттең, қолымнан келсе егерде, кірпігің болып жанарыңды күтіп тұрар ем. Сенің жанарың құтқармас жүрек құрығы, сол құрықтағы тұлпар кеуденің құнылы. Құрыққа түскен асау жүректер жылындап, от болып жанып, ұрланатығын тынымы. Қарақат көздер, жұмбақтарын тек бүгіп тұр, тұңғиық жанар тоймас сырыңмен құнықтыр. Төзім сезімнің, адалдықтың пәк пердесі, сенің жанарың, үміт жыр. Елге мақтан бұлақ көлдің ерлері ғой, жақсылық халқымнан тергені ғой. Асып-тасып кеткенім жоқ қой, менің барлығы қазағымның бергені ғой. Әгегәгім ай. Өтінде өсіп өнген сан ызғардың, қазағым өрлетуде бағымдар күн. Осындай арманыма жеткен кезде алдағы ағайынға қарыздармын. Әгегәгім ай. Кітап шықты, Аллаға шүкір. Осы 20 тамыз күні Алматыда, Алматы қалалық жастар саясат орталығында тұсаукесері болды. Көп адамдар айтады, сен ақкөлдіксің, неге Алматыда болып жатыр деген сияқты. Сонда бірінші сол кітапқа шығуына мұрындық болған сол жастар саясаты болды. Шығуына себеп мына дизайны бар, жаңағы ішін барлығын қарап, редакторлары бар. Кітаптың атында сол кісілер қойды, жырларым, сырларым деп. Өйткені сенің жырларыңның бәріне қарасақ бір сыр ұғынатын, сенің қандай адам екеніңді білетін, сенің бойыңда қандай қасиет бар екенін біз біліп тұрмыз. Сондықтан жырларым, сырларым деп қояйық деді. Ал енді кітаптың қай бағытқа келетін болсақ, кітапта мен ойлаймын, кітапта көбінде отаншылдық, мына ауылға деген махаббат басымырақ болған. Осы жолы өзім оқып көріп отырмын. Өйткені кейбір өлеңдерімді, жарты өлеңім басылмаған, жарты өлеңім басылды шағын түрде десе де, ішінде көптеген өлеңдерім ауыл туралы. Өйткені мен бірден бір өзі қаладан қашып ауылда жүретін жанмын. Қаланың шуылы ұнамайды, қаланың жалған тірлігі ұнамайды, жаңағы сырты жалтырап, іші қалтырап жүретін тірлігі ұнамайды. Әйтпесе бәріміз жаспыз ғой, қалаға барып костюм киіп, жаңағы күнделік тұрмысымызды өткізіп, бірақ маған ауылдың төрттілігі шұрқыраған, жаңағы божуса несі бұрқыраған деп айтамыз ғой. Сондай ауыл тірлігі ұнайды. Өзіме де сондай май тілесең, міне құйрық деп, сондай аман келді деген керемет киелі жыр бұйырды. Қазір сол жерде қызмет атқарып жатырмын. Өлеңімнің барлығын енді бағасын халық берер. Менің өлеңдерім барлығы оқырмандарға, таза оқырмандарға арналған. Оқырмандарым өте жақсы қабылдап жатыр. Өйткені біз енді насихаттап, ойбай біреуге, дәл қазір біреуді менің өлеңімді жатта, мынау менің шығарған кітабым, мынаны сен бірінші беттен бастап 100-ші бетке оқып шық, басыңа жаста, мен ақынмын деп біреуді нете алмайсың, әурелей алмайсың. Өзіме де біреу кеп, танымайтын біреу кеп, мынау өлеңімді оқы,
мен ақынмын десе, мен айтарым бір қарап шығайын деп. Сол сияқты әзіргі уақытта менің тираж 500 тираж болған. Соның бір 200-і қазір халықтың қолына өтіп болды. Ақындар болсын, жазушылар болсын, жаңағы оқырмандар болсын, бағаларын беріп жатыр. Өткенде жаңағы Әбдіғани Базылханұлы деген ағамыз бар. Алматы қаласы Талғар ауданының құрметті азаматы, сол жердің депутаты, өзі айтыскер ақын. Сол кісі айтып жатыр, мына өлеңдерің керемет ішінде. Әр өлеңнің енді 100 өлеңнің бәрі мен алтын деп айтпай ақ қояйын, ішінде миымда қалатын, миды шымырлататын осындай өлеңдерің бар екен. Керемет, рахмет деп, соны Алматыдан звондап айтып жатыр. Жаңағы басқа да ағаларымыз бар, сол барлығы өздерінің бағаларын беріп жатыр. Десе, мынау айтады ғой, өз еліңде, өзге елде сұлтан болғанша, өзге еліңде ұлтан бол дейді. Жаңағы тау жақындаған сайын биіктігі байқалмайды дейді ғой. Сол себепті ақырын Алматы кішкене басына көтеріп, өлеңдерін насихаттап, сол жерде айтылып жатыр. Мысалы, қазіргі адамдарға өздері ізденіп бармайды. Ол үшін насихат керек. Насихат деген халық бір-біріне тарату ол насихат. Сен әгі ойбай деп кітабыңды арқаңа асып, мен ақынмын, мен мынаны жазғам десең, ол насихат емес қой. Ол құр далбаса. Мысалы, менің Алматыда қарындастарым бар, ақын қарындастарым, ақын ұлдар бар. Сол жігіттер жаңағы өзі менің өлеңімді жатқа оқып, кітабымды насихаттап, өздері бір әдеби орта қалыптастырыпты. Мен соған өте ризамын. Өнермен жұмысын қос қанатындай қатар ұстап келе жатқан Нұрболаттың жұмыстағы әріптестері ақынның өзге де қырлары жайлы былай сыр шертеді. В условиях модернизации системы образования Казахстана возрастает требование к качеству образования. Қазақстанның білім беру жүйесін жаңғырту жағдайында білім сапасына, сонымен қатар түрлі инновациялық әдістерді пайдалануға деген талап күшеюде. Бұл жағдайда мектеп директорларына артылар жүк жеңіл емес. Нұрболат Серік 5 жыл бойы Амангелді негізгі мектебінің директоры қызметін атқаруда. Ол кісіні нағыз әмбебап деп айтуға болады. Ол білім саласындағы заңның жүзеге асуынан бастап, материалдық базада туындаған барлық мәселелерді шешеді. Және де оның жұмысындағы басты ерекшеліктердің бірі тәрбиесінде мектеп оқушыларына қазақ халқының салт дәстүрлерін пайдалануы болып табылады. Себебі бүгінде барлық ұжымда аталған мәселе туындап отыр. Директорымыз жан-жақты шығармашылықпен айналысып, аудандық, облыстық, республикалық деңгейдегі түрлі байқауларға қатысады. 2019 жылы Ахмет Байтұрсынов төсбелгісімен марапатталды. Сондай-ақ биыл жас отбасы байқауына қатысып, облыстық байқауда бірінші орынға ие болды. Сонымен қатар ағымдағы жылы директорымыздың «Жырларым, сырларым» атты кітабы жарыққа шыққан болатын. Бүгінде бұл туындыны барлық жерлестері оқып жүр десем де болады. Себебі бұл туынды арқылы ол кісінің өмірге деген көзқарасын, сезімін көруге болады. Барлық осы қолына қаламап елдің теміренісін, күйінішін, сүйінішін жырлап жүрген айтыс ақындарына, жазба ақындарға, жалпы жазушыларға, қазақтың таланттарына бірегей спортшылары болсын, барлығына тілейтінім тек қана адалдық. Қазақтың басына қуаныш түскен кезде жапырыла соны жырлау, жұбаныш түскен кезде кеудесін керіп, ринат құсап ортаға шығу. Мінекей нағыз рухани жігіттің кім екенін дәлелдеген жігіттер, жаңағы Мұхтар Шахановтың артынан сондай кеуде керетін жігіттер шықпай қалама деп те бәрі ел қорқып жүретін. Міне Ринат шықты. Ринаттың да артынан ерген жігіттер аз емес. Барлығымыз сондай ағаларымызды мақтан тұтамыз. Және де барлық қазақ халқын, қазақтың таланттарын Абай атамыздың 175 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Нұрболат Серікұлының тақырып игеру барысындағы өрісті, ойы мен өрелі тұжырымдары, ұтымды қолдана білетін тың ізденістері, нақты деректермен олардың өткенмен сабақты байланысы өз шығармаларын көзі қарақты оқырманның көңіліне қондырып, шебер қолдан құйылғандай мінсіз шығып жатады. Сондықтан талғамы биік оқырман қаламгерден толағай табысқа толы туындылар күте бермек. Құрметті телегөрермен қауым, Көкше қаламгерлері хабарының бүгінгі санында
өрелі өлеңдерімен оқырман жүрегін сүйсіндіріп жүрген Нұрболат Серікұлы хақында бір үзік сыр шерткен болатынбыз. Ендеше келесі кездескенше аман сау болыңыздар.